Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай дәмі ерекше әдемі болып шығатын, тез әрі дәмді пісетін тамақтың видео рецептісін ұсынатын боламын. Бұл құс етінен дайындалған, яғни тауық етінен дайындалған осындай қуырдақ. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, менімен бірге болыңыздар, бірге жасап көрейік. Өзімнің лайфхактарыммен де бөлісетін боламын сіздермен. Ең алдымен осындай тауықтың сан етін жақсылап жуып тазалап аламыз. Мен осылай терісін алып тастаймын. Негізі тауық етінің осылай терісін алып тастаған дұрыс. Және де осылай жақсылап әдемілеп тазалап алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап осылай турап алатын боламыз. Міне осындай көлемде турап аламыз еттерін ірілеу қылып. Және де енді осылай қызып тұрған табамызға керекті мөлшерде майымызды құйып, кіші шай қасықтың ұшымен осындай қант салып, жақсылап қант қызарғанша жақсылап араластыратын боламыз. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге жазып қоятын боламын. Және енді міне жақсылап осылай араластырамыз. Ал енді қантымыз еріп осылай қызарды. Енді тауық етін осылай салып, жақсылап әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Міне бір араластырып алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай міне әдемілеп жақсылап бір араластырып алып, қақпағын жауып, жай отта әдемілеп пісіретін боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай суы шығып, осылай өз сөліне әдемі болып етіміз піседі. Жайлап енді суы тартылып жатыр. Ал енді етіміз пісіп жатқан уақытта осылай картошкамызды жақсылап турап алатын боламыз. Картошкамызды, сәбізімізді, пиязымызды жақсылап әдемілеп ашып жуып аламыз. Және де енді картошканы видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты ірі емес, майда емес, осылай орташа көлемде жақсылап әдемілеп картошкамызды турап алатын боламыз. Ал енді міне етімізге осылай паприка, кішкентай қасықтың ұшымен осылай кішкене паприка саламыз. Және де соя соусын құямыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай соевой соусты кішкене құямыз. Жақсылап енді араластырып алатын боламыз. Соя соусын, паприканы салып, осылай жақсылап араластырып алып, енді картошкамызды салып, жай отта тағы да 5 минут пісіріп алатын боламыз. 5 минут уақытымыз өтті. Енді жақсылап араластырып, жақсылап әдемілеп осылай бір рет араластырып алып, жарты пиалай су құйып, су қайнағаннан кейін астын басып, 15-20 минут жай отта пісіріп бұқтырып алатын боламыз картошкамызды. Ал енді картошкамыз, етіміз пісіп жатқан уақытта осылай пиязымызды ашып, жуып тазалап, жақсылап осылай турап алатын боламыз, майдалап ұзынша етіп. Ал сәбізімізді де осылай әдемілеп жұқалап турап алатын боламыз. Енді міне мұздатқышта қатырылған осындай перец бар етін, оны да мен қостым. Егер сіздерде перец болмаса, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Және де айта кетейін, менің каналымда басқа да тағам түрлері бар. Плейлист бар, сол жерден басқа да тағам түрлері, сусындар, салат түрлерін көрсеңіздер болады. Фастфуд түрлері де бар. Және де енді керекті мөлшерде осындай тұзымызды қосып, және де мен Maggi универсальный приправа қостым. Егер сіздер ұнатпасаңыздар, қоспай-ақ қойыңыздар. Жақсылап міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай араластырып аламыз. Міне 20 минут пісті картошкамыз. Осылай 20 минут, 15 минут әдемілеп жақсылап осылай пісіріп аласыздар да, енді бетіне жаңағы осындай көкөністерді саламыз, сәбіз, пиязымызды, мұздатқышқа қатырылған перецімізді саламыз. Егер сіздер перец пен сәбізді ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Және де енді осылай жарты стақан суымызды құйып, қақпағын жауып, бір қайнағаннан кейін астын басып, 15 минут, 20 минут сәбіз, пияз піскенше дейін пісіріп алатын боламыз. Міне баршамызға ас болсын. Қуырдағымыз дайын болды. Видео рецепті ұнаса, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Видео рецепті ұнаса, лайк басып қойыңыздар достар. Баршаңызға ас болсын.